Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздерге лаваштан дайындалатын өте тез таңғы астың рецептімен бөліскім келеді. Санаулы минутта дайын болады және де өте керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны саламыз. Ас көк саламыз. Ас көк міндетті емес, және де үкіштен өткізілген ірімшік, сүт құямыз. Және де қызанақ көбіктап туралған. Дәміне қарай тұз саламыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Енді қызып тұрған табаға біз лавашты саламыз. Ешқандай да май жағып қажет емес. Осылай лавашты әдемі қылып салып, ортасынан біздің салмамызды құйып жібереміз. Енді лавашты осы хат құсап, яғни конвертик құсап орайтын боламыз. Одан соң табаның қақпағын жауып, шамамен 5 минуттай пісіреміз. Жалпы жұмыртқа қанша минутта піседі? Бұл да дәл осындай уақытта піседі. Содан соң асты міндетті түрде кішкене қызаруы керек. Қызарған уақытта ғана біз осылай аударамыз. Енді қақпағын жауып, тағы да 2-3 минуттай пісіреміз. Біздің таңғы асымыз дайын. 4-ке бөліп берсеңіздер болады. Бұл 2 порциялық тағам. Өте керемет болып шығады шын мәнісінде. Міндетті түрде дайындап көріңіздер дегім келеді, және де пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Гүлжанат. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.